артық төленген аударымдар мен жарналарды қайтару қалай жүзеге асырылады? Аударымдардың, жарналардың немесе өсімпұлдың артық есептелген сомаларын қайтару үшін азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына өтініш беру қажет. Мемлекеттік корпорация өтініш келіп түскен күннен бастап 5 операциялық күн ішінде аударымдарды және жарналарды және өсімпұлдың есепке жатқызу фактісін тексереді. Өтініш осы төлем бойынша барлық деректемелерді растауды қоса бере отырып, қордың орталық аппаратына жолдайды. Аударымдардың, жарналардың және өсімпұлдың артық есепке жатқызылған сомаларын қайтару туралы төлеушінің өтінішін қарау нәтижелері бойынша қор мынадай шешімдерді қабылдайды. Аударымдардың және жарналардың және өсімпұлдың артық есептелген сомаларын төлеушіге қайтару туралы. Аударымдардың және жарналардың және өсімпұлдың сомаларын төлеушіні қайтарудан бас тарту туралы төлемді растайтын құжаттар болмаса, егер ақпараттық жүйелерден растау болмаса, сондай-ақ шетел азаматы қайтаруды рәсімдесе, өтініште деректер дұрыс болмаса, оларға төлем қайтарылмайды. Өтінішті сонымен қатар егоп порталдан e-өтініш.kz арқылы да қалдыруға болады.